Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкіңіз үшін Кабатулла қабырғасын стол сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Астанада коммуналдық тарифтер өседі. Қала әкімдігі Жеңіс Қасымбек коммуналдық тарифтер 15-20%-ке көтерілетінін айтты. Бірақ нақты мерзімін хабарламады. Мәселен, судың бір текше метрі 48 теңге тұрады. Алматыда, Қараңғыда және басқа қалаларда 100, 120, 150 теңге. Жақын тұрған ел мекендерінде 200 теңгеге дейін асады. Осылайша Астанада су бағасы 3-4 есе төмен болып тұр деп хабарлайды Қасымбек орталық коммуналдық қызметінде өткен брифингте. Оның сөзіне қарағанда, су желісін күтіп ұстау үшін қосымша қаржы қажет. Осы саладағы мамандардың жалақысы да көтерілуі керек. Коммуналдық тарифтер барлық қызмет бойынша көтеріледі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.